Бізде Mitsubishi Chariot 1998 жылғы. Машина 5 жыл өте алмай тұрған. Сымдарының состояниесі. Аккумулятор мертвый. Қазір көреміз енді. Диагностикаға қосыламыз. Тексереміз барлығын. Бізде 2.4 GDI мотор тұрған бұда. Қазір сымдарды мына жерде датчикіне болған сымы мындай болып жатыр. Бастан кетеміз қазір бірінші очередь. Сосын мына жерде мындай артық сымдар бар. Барлығын бастан кетеміз. Потом дальше көреміз. Зажигание басқанда чек марк етіп тұр. Бірақ бізде компьютермен қосыла алмадық біз. Компьютер связьға шықпай тұр. Бірақ негізі машина оталады дейді. Қазір көреміз оталғанын. Просто 2 цилиндр істемейді. Қазір тексереміз. Машина оталып тұр. 2 цилиндрмен жұмыс істейді екен. Осы чек марк етіп тұрады. Оталғаннан кейін де. Қазір дальше тексереміз. Проводкасын более-менее восстановить. Бірақ компьютер связьға шықпады. Датчиктен болған. Пока біз пробный запуск. Крышкасы сынып. Зажиганияда тексеру керек болады. Шарет мына жерде тексердік, дросселін тексердік. Положениесі нормально. Одан педалін отрегулировать еттік. Нормально. Одан кейін қазір міне датчик распредвал мен датчик колембо арқылы зажиганиясын көріп отырық. Зажиганиясы дұрыс тұр екен. Дальше іздейтін боламыз. Шарет оталып тұр, чек сөнді. Оборот алып тұр. Так, бұл жерде бізге клиент мына дросселдің блогын алып кет. Блог үсті. Одан кейін мына жерде мынандай датчик педальда тұрады. Педальдің 2 датчик бар, соның біреуі не рабочий болып шықты. Тоже соны ауыстырдық. Одан кейін дросселді қайтадан полный перенастроить етіп, педальды настроить етіп, сонымен машина жүрді. Қазір барлық цилиндр істеп тұр. Сонымен бұл машинаны жібереміз.